Сәлеметсіңдер ме? 3-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаш сумен өседі. Ағаш, дерево, су, вода өседі, растет. Дерево растет водой. Давайте для начала познакомимся с новыми словами. Балалар, жаңа сөздерді жаттап алайық. Айнала, вокруг, әрине, конечно, отырғызу, посадить, сажать, суару, поливать, шырша, елка, алмұрт, груша. Еще раз повторим. Тағы бір рет қайталайық. Айнала, әрине, отырғызу, суару, шырша, алмұрт. Жарайсыңдар. Енді балалар, тақырыбымыз бойынша мәтінді бірге оқиық. Давайте прочитаем все вместе текст. Біз сенбі күні мектептің айналасына ағаш отырғызамыз. Мұғалім ағаш әкеледі. Біз алма, алмұрт, шырша ағаштарын отырғызамыз. Ағаштар да шөлдейді. Сабақтан кейін ағаштарды суарамыз. Ағаштар сумен өседі. А теперь переведем этот текст. Мы в субботу будем сажать деревья вокруг школы. Учитель принесет деревья. Мы посадим яблоню, грушу и елку. И деревья чувствуют жажду. После уроков мы будем поливать деревья. Деревья растут водой. Ребята, вы знаете, что деревья тоже относятся к живой природе. И они тоже нуждаются в воде. Балалар, енді қажетті сөздерді орнына қойып жазайық. Қажетті сөздер жақшаның ішінде орыс тілінде берілген. Ребята, нам нужно дополнить предложение. А слова у нас в скобках на русском языке. Мы их должны перевести на казахский и дополнить предложение. Первое предложение. Бірінші сөйлем. Мен ағаш посажу. А как посажу на казахском? Правильно, дұрыс айтасыңдар. Отырғызамын. Мен ағаш отырғызамын. Екінші сөйлем. Сен ағаш посадишь ба. А как посадишь на казахском? Отырғызасың. Значит, сен ағаш отырғызасың ба. Третье предложение. Үшінші сөйлем. Сіз дерево отырғызасыз. Дерево на казахском как? Правильно, ағаш. Сіз ағаш отырғызасыз. И последнее предложение. Соңғы сөйлем. Ол вода әкелді. А как вода на казахском? Конечно, су. Ол су әкелді. Жарайсыңдар, балалар. Тағы бір рет оқып шығайық. Давайте еще один раз прочитаем все предложения на казахском языке. Мен ағаш отырғызамын. Сен ағаш отырғызасың ба.
Сіз ағаш отырғызасыз. Ол су әкелді. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, ағаштар ауаны ластанудан қорғайды. Сол себепті ағаштарды біз де қорғап, суарып тұрайық. Ребята, деревья защищают воздух от вредных вещей. Поэтому давайте все дружно будем поливать и заботиться о них. Спасибо вам за внимание. Сау болыңдар.